Қазір 100-ден астам адам дауыс берген. Бүгін мемлекетіміздің болашағы үшін қызмет ететін партиялар мен депутаттар айқындалады, ал оны таңдайтын халық. Бұл ретте ел болашағының жарқын болу үшін әрбір қазақстандықтың дауысы маңызды екені сөзсіз. Елдермен отан алдындағы борышын өтеп жатқан жас сарбаздар да бар. Әрқайсы еліміздің дамып өркендеуі үшін өз үлесін қоспақ ниетте. Дәл қазір менің жанымда тұрған азамат Расул Батырбеков, ол Өскемен қаласынан әскери борышын өтеу үшін келген. Расул, сіз бүгін бірінші рет дауыс беріп жатырсыз ба, және бүгінгі сайлаудың сіз үшін маңыздылығы қандай? Мен бүгін бірінші рет дауыс беріп жатырмын. Әрине, сайлаудың орны өте ерекше, себебі бұл Қазақстан Республикамыздың болашағы. Қазақстанның болашағы біздің әрқайсымыздың, әр Қазақстан азаматының қолында деп ойлаймын. Сол үшін әр қазақстандық дауыс беруі тиіс. Біз әскери адамдар Қазақстан Республикасына қызмет. Дәл қазір менің жанымда тұрған азамат Расул Батырбеков, ол Өскемен қаласынан әскери борышын өтеу үшін келген. Расул, сіз бүгін бірінші рет дауыс беріп жатырсыз ба, және бүгінгі сайлаудың сіз үшін маңыздылығы қандай? Мен бүгін бірінші рет дауыс беріп жатырмын. Әрине, сайлаудың орны өте ерекше, себебі бұл Қазақстан Республикамыздың болашағы. Қазақстанның болашағы біздің әрқайсымыздың, әр Қазақстан азаматының қолында деп ойлаймын. Сол үшін әр қазақстандық дауыс беруі тиіс. Біз әскери адамдар Қазақстан Республикасына қызмет етеміз.